Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін 9-шы бөлімдегі кемпір-қосақ деген тақырыпқа да келіп жеттік. Бұдан арты видеоларды көру үшін каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең бірінші тапсырмада өте қызықты мәтін берілген. Ол мәтінде бір ханның қызы болған туралы айтылады. Ол қыз өте сұлу болғаны соншалық, оның ханның жанашыр туыстары айтады: "Мына қызыңды көз тимейтіндей етіп қойсаңшы, өте сұлу ғой" деп. Содан хан өзінің қызын кемпір сияқты киіндіріп қояды. Содан кейін жұрттың барлығы оны кемпір деп атап кетіпті. Енді ол қыз 10 саусағынан өнер тамған өнерлі қыз екен. Сөйтіп ол тақия тігумен айналыса бастайды. Тақияларға қызылды, жасылды жолақ салып, сол кездегі басқа бас киімдерге ұқсамайтындай етіп жасайды. Оның бүкіл әлемге таралғаны соншалық, Тұран елінде тұратын Асанбай деген ханның Ақ деген ұлы бар екен, сол ұлының қолына да түседі. Ол осы тақияны көріп қатты таң қалады. Оны да бір адам істеді-ау деп. Ай, осы тақияны істеген адам сондай сұлу қыз болып шықса ше деп ойлап, сол тақияның шыққан жерін іздейді. Сөйтіп сұрастырып қыздың ауылына келеді. Сол жерден қарап тұрса, ханның, жаңағы байдың үйінен қыз шықпайды. Ол үйден бойжеті отырған қызды көзі көрмейді. Көзіне түспейді ондай қыз. Сөйтіп бір кезде қараса, үйінен бір кемпір шығып келе жатады. Бірақ былай қарап көрсе, ол серуенге шыққан қызға ұқсайды, бойжеткен қызға. Содан не де болса көрейін, осымен бір тілдесіп көрейін деп қасына аяңдап барады. Сөйтіп оны тілге тарта бастайды, сөзге тарта бастайды. Сөйтсе, қыз мұның басындағы тақияны көріп таң қалады. Сонда Ақ та өзінің келген ісін баяндайды. Қыз үстіндегі киімін шешіп, өте сұлу қызға айнала бастайды. Бір кезде қыз Ақты сол жерге қалдырып, үйіне барып жеңгесімен келуге кетіп қалады. Қайтып келген кезде жер дүнияда үлкен алай-түлей боран болып, бір құйын келіп қызды алып кетеді. Қызды алып бара жатқанын көрген кезде Ақ оның қолынан ұстай қалады. Сөйтіп құйын олардың екеуін де алып кетіпті дейді. Содан жаңбыр жауып, содан кейін аспанда қызыл, жасыл, әр түрлі түсті кемпір-қосақ пайда болған екен дейді. Осы екі қыз бен жігіттің атына орай оның аты да кемпір-қосақ деп аталған деседі. Осындай қызықты ертегі бірінші тапсырманың астында сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Қыз не себепті кемпір атанады? Қыз сұлу болғандықтан әкесі оны кемпір етіп киіндіріп қояды. Содан сол елдің тұрғындарының барлығы оны кемпір деп атап кетеді. Тақияның қандай ерекшеліктері болды? Қызыл, ақ, сары жолақтары болады. Ақ деген кім? Ол қызды не себептен іздейді? Тұран елінде тұратын Асанбай деген байдың баласы. Оған қыздың тіккен тақиясы ұнайды. Қызды аспанға кім алып кетті?
бұрқыраған құйын келіп алып кетті. Кемпір қосақ атауы қалай пайда болған? Қыз бен жігіттің атының бірігуінен пайда болған. Бірінші тапсырманың әсінде қарамен жазылған тіркестің қандай мағынада қолданылғанын табу керек. Ақ қыздың сұлулығына қайран қалып, не айтарын білмей, тілі көрмеліп тұрып қалып. Ондағы тілі көрмеліп деген сөз таба алмай деген мағынаны білдіреді. Жігіттің айтқан сөздеріне қыздың іші жылып қалады. Іші жылып қалу деген ол ұнап қалу деген сөз. Кемпір алдында тұрған әдемі жігітті көріп, басындағы өзі тіккен тақиясын танып қайран қалады. Қайран қалу, таңдану деген мағынаны білдіреді. Қыз жеңгесін ертіп, сүт пісірім уақыттан кейін келеді. Сүт пісірім уақыт деген ширек сағатты білдіреді екен. Бірінші тапсырманың бысында мәтіннен сын есімдерді теріп жазып, оларға талдау жасаңдар дейді. Сұлу, сапалық сын есім заттың сынын білдіреді. Сары, көк, ақ, жасыл сапалық сын есімдер түс атауын білдіреді. Ару, сапалық сын есім заттың сынын білдіреді. Әдемі, сапалық сын есім заттың сынын білдіреді. Бұдан басқа да сын есімдер көп, мен осы 7 сын есімді ғана жазып қойдым. Енді бүгінгі грамматикалық тақырып сын есімдердің заттық мәнде қолданылуы. Біз өткенде зат есімді өткен кезде айтқан болатынбыз. Септелу, көптелу, тәуелдену, жіктелу деген категориялар ол тек қана зат есімге қатысты дедік. Ол зат есімнен басқа ешқандай сөз табына жалғана алмайды дедік. Бірақ бүгінгі тақырыпқа сәйкес, егер де сын есім заттанған жағдайда, ол да зат есім сияқты көптеле алады, тәуелдене және септеле алады екен. Сын есімге көптік, тәуелдік, септік жалғаулар жалғанса, онда сын есім зат есімнің орнына жұмсалып, зат есімнің қызметін атқарады. Бұл сын есімнің заттануы деп аталады. Мысалы, жақсы, ісімен жақсы. Бұл жерде бірінші тұрған жақсы деген сөз, ол жақсы адам деген мағынаны білдіріп тұр. Адам деген сөздің орнына қолданылып тұр. Демек, кім деген сұраққа жауап береді? Ісімен жақсы. Ал екінші жақсы деген сөз, ол бұл жерде зат есімнің рөлін атқарып тұрған жоқ, сын есімнің орнына қолданылып тұр. Жақсыны көрмек үшін. Нені көрмек үшін? Жақсыны көрмек үшін. Кімді нені? Табыс септігінің жалғауын қабылдап тұр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Білімді деген сөз егерде өзі жекер тұрса, қандай деген сұраққа жауап береді? Білімдіден шыққан сөз кімнен шыққан сөз? Адамның орнына қолданылып тұр. Талаптыға болсын кез. Кімге болсын кез? Талаптыға барыс септіктің жалғауын қабылдап, заттанған сын есім ретінде қолданылып тұр. Екінші тапсырмада мақал мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер. Ондағы сын есімдерге талдау жасаңдар дейді. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Бұл дегеніміз, егер адамның арманы болса, сол арманға жетем дегенге дейін қанаты талмай ұша береді. Сол арманға, мақсатқа бағытталған іс-әрекеттерді жасай береді. Ал егерде онда ешқандай арман болмаса, сәйкесінше ол ешқандай іс-әрекет жасамайды. Кәдімгідей қарапайым өмірін сүре береді. Екінші, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Бұл деп тұрғанымыз, күшті адам болса, ол бір адамды ғана жеңуі мүмкін. Ал егер оның күші оның білімінде болса, яғни ол білімді адам болатын болса, ол көп адамды жеңе алады деген сөз. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Бұл дегеніміз жақсы адамнан үйрен дейді. Өйткені одан әртүрлі нәрселер үйренуге болады. Оның жақсы мінезінен алуға болады. Қолынан келетін ісінен, өнерінен үйренуге болады. Ал жаманнан жирен деп тұрғаны,
жаман нәрселерден жирену керек. Мысалы, өсек айтпау, өтірік айтпау деген сияқты. Бұл жерде армансыз білекті білімді деген дара қатыстық туынды сын есімдер, жақсы жаман деген дара сапалық негізгі сын есімдер бар. Тек соңғы екеуі мына мақал-мәтелдің ішінде сақталып тұр. Үшінші тапсырма: жұмбақтарды шешіп сын есімдерді талдаңдар. Бірінші жұмбақ боран, екінші жұмбақ компас, үшінші жұмбақ құдық. Мұндағы сын есімдер ақ және қара құрым деген екі сын есім. Төртінші тапсырмада сөйлемдерден заттанған сын есімдерді тауып жазыңдар. Тәттіге, білімділер, биігім, еңбекқорды, үлкені, кішілерге, алғырлар, сұлулары, білімдінің, күштілерді, білімсіздің, ақымақтан деген сын есімдер бар. Бесінші тапсырмада мәтін мазмұны бойынша берілген ақпараттың дұрыс не бұрыс екенін анықтаңдар дейді. Алғашқы телескопты 1608 жылы голландиялық көз дәрігер ойлап тапты. Бұл дұрыс емес, мына жерде қате кетіп қалыпты. Көзілдірікші ойлап тапты деп тұр еді. Галилей 1609 жылы жасап шығарған телескоп бір затты 20 есе үлкейтіп көрсеткен. Бұл дұрыс. Астрономдар заттарды үлкейтіп көрсететін мұндай құралдармен тауларды бақылаған. Бұл дұрыс емес. Ғаламшарларды бақылаған. Исаак Ньютон алғашқы айналы телескопты ойлап тапты. Бұл дұрыс. Жанартау шыңына ең шағын телескоп орнатылған. Бұл дұрыс емес. Бесінші тапсырманың әсінде жоғарыдағы тапсырмада берілген сөйлемдерден сын есімдерді тауып талдау жасаңдар дейді. Алғашқы және қуатты сөздері бұлар туынды дара сын есім. Үлкен негізгі сапалық дара сын есімге жатады. Алтыншы тапсырмада кім тапқыр ребусты дұрыс шешсеңдер, Әуезовтің айтқан сөзімен танысасыңдар дейді. Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі деген Мұхтар Әуезовтің айтқан нақыл сөзі шығады екен. Осымен сабақ аяқталды. Кейінгі видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.